дейін бар да мысалға. Сосын мен келемде студенттеріме айтам. Қараңдаршы, енді аттарын білмеймін, ол кез анонимді түрде, иә. Бірақ барлығын сол минимальный 500 мыңнан басталған ғой. Сонда мен студенттерге сұрақ қоям да, екінші сұрақ, ал енді сол минимальный сол 500 мың теңге алуға сен лайықсың ба? Сенің білімін соған жете ма? Деген кезде студенттердің ол жерде 99% жоқ деген шығар. Неге? Өйткені олар енді ғана бітіріп жатқан маман, дипломдарын қолына енді алады, және де ешқай жерде бұлай особо жұмыс жасап көрмегенде. Ал енді ойлаңызшы, ешбір жерде жұмыс жасамайтын адам маман ретінде, жақсы дипломы бар, 4 жыл оқыды дейік, бірақ маман ретінде бірден 500 мың теңге сұрау дұрыс па? Әрине дұрыс емес. Көрдіңіз ба? Сондықтан да мен айтар едім, бастапқы кезде жұмысты үйрену үшін, өзінің құнын арттыру үшін, өзінің бағасын өсіру үшін ол адам не істеу керек? Тегін жұмыс жасап үйрену керек. Болмаса жарты ставка, болмаса мен үйреніп алайыншы деп. Одан кейін не болады? Уақыт өте келе ғана сіздің құныңыз өседі. Мен өзімнің тәжірибемнен айтайын. 2010 жылы мен студентпін. Хабарға тәжірибе алмасуға келіп, барып кел, шауып кел қызметін атқарып жүргенде мен 6 ай тегін жұмыс жасадым. Тек 7-ші айда ғана 24 мың, одан 10% налог ұстап қалатын, қолыма 22 600 теңгені алатынмын. Банкомат нені бермейді, 500 теңге кейде 600 теңгені бермейді, ровно 22 мың, келесі айда 23 мың теңге бетіп ауысып алып жүретін. Бірақ ол кезде де мен айтпадым, 22 мың, 23 мың теңге ештеңеге жетпейді деп. Өйткені ол да сол өзінің сол деңгейдегі минималды айлық деңгейі болды мысалға. Бірақ кейін уақыт өте келе не болды? Үйрендім, тәжірибе алмастым. Қазір біреу мені мүмкін телевизияға шақыратын болса, мен өзімнің құнымды білемін. Ұялмай қызармай өз гонорарымды сұраймын. Яғни айтпағым, кез келген салада уақыт өте келе сенің де құның өседі. Одан кейін тағы да бір нәрсе, кейбір адамдар бар, зона комфортадан шыққысы келмейді, сол 70 мың, сол 85 мың айлықтың деңгейінде жүре береді де, не істейді? Бәрін жамандайды. Ананы жамандайды, бастығын жамандайды, өкіметті жамандайды, депутат ретінде мені де, бізді де жамандайды. Бірақ мен айтқым келетіні, бәрібірде зона комфортадан шығуға тырысу керек. Сіз-ақ жұмыс жасала береді. Сіз кетіп қалсаңыз да орныңызға басқа да жұмысшы келеді. Немесе тағы да бір мотивация, есіңізге сақтаңыз, сіздің жұмысыңызда ешқашан мына Мырқымбай Бәтима жұмыс жасады деп ешкім сізге ескерткіш орнатпайды. Көрдіңіз ба? Ал ел не айтады, анау не айтады, ой мынау шығып кетті ғой деп айтады деген, оның барлығы тек қана сөз. Өмір сіздікі, өміріңізді жақсы жаққа қарай жетелейтін де, немесе құлдырататын да тек өзіңіз. Бірақ бір нәрсені ескеру керек. Мен қаншама адамдарды былай қарап, зерттеп жүргенде де ол ғылыми түрде фрикциондық жұмыссыздық деп аталады. Яғни уақытша жұмыссыздықтың бір деңгейі, сіз бәрібірде мына жұмыстан екінші жұмысқа ауысу үшін 6 ай кемінде уақыт кетеді. Осы нәрсені ескеріңіз. Одан бөлек бізде тағы да бір үлкен минус, қаржылық қорымыз жоқ. Орыстарды білесіздер ме? На черный день деген оларда бір тіркес бар да. Бір нәрсе болса болды, на черный день деген сияқты айтады. Мен кезінде студент болып, менің